Биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. Оқу залы бөлімінің ұсынып отырған бүктірелдерінің тақырыбы тіл білімінің діңгегі деп аталуы бекерден бекер емес. Себебі Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тіліне сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Біздің заманымыз жазу заманы. Жазу мен сөйлеу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман деп жазды реформатор ғалым өзінің тіл туралы зерттеу мақаласында. Қазақ тіл білімі мен әдебиетінде сан салалы зерттеу жұмыстарын жүргізумен бірге түрлі оқулықтар жасаудың да қажеттілігі сезіліп, маңызды мәселе ретінде алға қойылған тұста Ахмет Байтұрсынұлы оқулықтар жазу мәселесіне өте жауапкершілікпен ұлт мүддесі тұрғысынан қараған. Сол тұста жарық көрген қазақ әліпбиі еңбегінің Орынбордан басылып шыққанына да биыл 110 жыл толып отыр. Араб графикасына негізделген бар болғаны 28 қаріптен тұратын бұл әліпби 1912 жылы ел қолына тиіп, ауыл балаларының сауатын ашу үшін сол жылдан бастап қолданыла бастады. Аталмыш оқулықта оқыту әдісі көрсетілгендіктен бір жағынан оқытушыларға жеңіл болғаны анық, екінші жағынан балалар бір жылда хат тану мүмкіндігіне ие болды. Әліпби тек сауат ашу ғана емес, білім үйренудің бастау көзі, ғылымға апаратын сара жол. Мұхтар Әуезов ахаң ашқан қазақ мектебінің ұстанымы қазақ баласын ана тілінде сауатын аштырып қана қоймай, оның әлеуметтік ортада ой танымы мен талғамын қазақша қалыптастыру болған дейді. Өйткені сол тұстағы қазақ арасынан оқыған сауат жандардың басым көпшілігінің тілі не татарша, не орысша шыққаны және сол тілдермен ана тілін араластырып қойыртпақ тіл жасағаны тарихтан белгілі. Сондықтан да Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ұлтының табиғи қалпын сақтау мақсатында кемшіліктерді болдыртпау үшін өзінің білім беру жүйесінде ана тілмен оқыту тәсілін ұсынады. Сөйтіп Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілінің табиғатын, құрылымын танытудағы қызметі енді мектепте қазақ тілін пән ретінде үйрететін оқулықтар жазумен ұласады. Осы тұста оның атақты тіл құралы атты 3 бөлімнен тұратын оқулықтары жазылды. Тіл құрал тек мектеп оқулықтарының басы емес, қазақ тілін ана тілімізде танудың басы болды. Қазіргі қазақ тіл атты ғылым саласының іргетасы болып қаланды. Жалпы қазақ тіл білімін қалыптастырып, зерттеп тануда Ахмет Байтұрсынұлының оқу құралы мен тіл құралының орны айрықша. Байтұрсынұлы қазақ тарихында тағы бір ұлы қадам жасап, қазақ тіл грамматикасын ғылыми түрде жүйелеп шыққан. Ғалым қазақтың дыбыс жүйесін, сөз жүйесін, сөйлем жүйесін, терминологиясын толық зерттеп, қазақ тілі грамматикасының негізін салды. Ахмет Байтұрсынұлының лингвистика саласындағы бұл еңбектерінің кезінде Орта Азия, бүкіл түркі әлемі мойындап, ұлы ұстаздың лингвистика саласындағы зор жетістіктерін өздерінің грамматикасында пайдаланды. 1929 жылдан кейін кеңес үкіметі саясатымен Қазақстандағы мектептер әуелі латын, одан кейін кирилл қарпіне көшірілгенімен Қытай мен Моңғолиядағы 2 миллионға жуық қазақ осы күнге дейін ұлт ұстазының 28 қаріпті емлесі мен грамматикасын қолданады екен. Ұлтын шексіз сүйген үлкен жүректі ғалымның бар ғұмырын осылайша ана тілінің жоғын жоқтауға бағыштап, өмірін сарп етуі, түптеп келгенде өз ұрпағының дұрыс тәрбие алуын көздеуінен туған. Бала бастауыш мектепте бар пәнді тек ана тілінде ғана оқуы керек деген екен бір еңбегінде. Қазақтың үлкен кішісінің қазақ тілін игермегені қасірет, кемшіліктің ең үлкені сол деген Ахмет Байтұрсынұлының мұрағаты жаңа уақыт, жаңа заманға халқына қызмет етуде. Ол қазақ тіл білімінің атасы. Оның мұрасы бүгінгі күнге дейін өз құндылығын жоймақ емес.